сықырлату, ұрып соғу арқылы емдеу сіздің денсаулығыңызға зиян болуы мүмкін. Белде ауырсыну пайда болған кезде көпшілік адам өз бетінше емделіп, бірдей қателіктер жасайды. Осындай қателіктердің ең жиі кездесетіні. Бірінші, ауырсынуды басатын қабынуға қарсы дәрілерді өз бетінше бақылаусыз қабылдау. Бұл әрине басында ауырсынуды басады, бірақ сіздің проблемаңыздың себебін шешпейді. Яғни грыжа ешқайда кетпейді. Екінші қателік бұл ауырған жерге ыстық басу. Сіздің ауырған грыжаңыз, қабынған нерв корешогы, егер сіз оған ыстық басатын болсаңыз, ол жердегі ісінуді, яғни отекті одан сайын ұлғайтасыз. Үшінші қателік бұл мануальды терапевт костоправтарға бару. Грыжа кезінде сіздің денеңізді сықырлату, ұрып соғу арқылы емдеу сіздің денсаулығыңызға зиян болуы мүмкін. Сондықтан дұрыс шешім өте жеңіл. Бірінші, ауырған аймағыңызды, беліңізді, мойныңызды МРТ-ға түсіру, одан кейін білікті, тәжірибелі невролог кеңесіне бару.